Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомыз қызанақ жемісі неге қызармай жатыр деген сұраққа жауап болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоны ұнаса бір лайк баса кетіңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Өткендегі видеоларымызда комментарийларға бір сұрақтар қойып кеткен екен. Бақшамызда қызанақтарымыз жеміс түйіп тұр, бірақ қызармай жатыр деген сұрақтар қойған екен. Енді сіздің бақшаңыздағы қызанақтарыңызға уақытында суын беріп, удобрение, тыңайтқыш витаминдерін беріп, жақсылап қарап тұрған болсаңыз, сонда да жемістері қызармай жатырған болса, онда ол қызанақтарға кішкене әдістер қолданып қызаруына көмектесуіміз керек. Енді сіздің бақшаңызда қызанақтарыңыздың бойы биіктігі нормада болса, жақсы болса, оны енді ары қарай бойға өсіре берудің қажеті жоқ. Соның үшін оның өсу нүктесін жұлып, яғни чеканкілеп, жаңағы қызанақтың өсуін тоқтатуымыз керек. Енді оған кеткен күш жаңағы жемістеріне, гүлдеріне бөлініп, бұл да қызанақ жемісінің тезірек қызаруына өте үлкен көмегін тигізеді достар. Енді бойы норма болса, оны ары қарай өсіре беруіміздің қажеті жоқ. Қоры бойға жібере бергеннен оған кеткен күшті жемістеріне, гүлдеріне бөлуіміз керек. Өсу нүктесін жұлсақ, өзі оған кеткен күш өзі жемістеріне, гүлдеріне бөлінеді. Бұл да қызаруына өте үлкен көмегін тигізеді. Сонымен бірге қызанақ жемістерін пасеңкілеп, мынандай қуысынан шыққан бұтақтарын жұлып тазалап тұруымыз керек. Және де астының жақтарындағы гүлі, жеміс жоқ бұтақтарының барлығын жұлып тазалап тұруымыз керек. Бұл да қызанақ жемісінің тезірек қызаруына өте үлкен көмегін тигізеді достар. Сосын жапырақтарын азайтып, қызанақ жемістеріне күннің нұрын түсуін қамтамасыз етуіміз керек. Күннің нұры түссе, ол да қызанақ жемісінің тезірек қызаруына өте үлкен көмегін тигізеді. Күннің нұрын түсуін қамтамасыз етуіміз керек. Енді көп жұлып тастай беруіміз керек, жұлып тастамауымыз керек. Ыстық аймақтарда күйдіріп жіберу мүмкін. Барынша жапырақтарын азайтып, күннің нұрын жемістерге, қызанақтарға түсуін қамтамасыз етуіміз керек. Күннің нұры түссе, ол да тез қызарады. Сосын осы суреттегідегі жаңағы қызанақ жемістерінің астыңғы жақтарындағы жапырақтарын, бұтақтарын азайтып, жұлып алып тастауымыз керек. Оның ешқандай зияны жоқ. Болғанда босқа күш кетіп тұрыпты. Ол күшті жеміске, гүлге қарай бағыттауымыз керек. Астыңғы жақтарының бәрін жапырақтарын жұлып алып тастаймыз. Ол ауа айналымын жақсартады. Жаңағыдай зиянкестердің де дамуына жол берілмейді. Асты ашық ауа айналымы жақсы болып тұрғаннан кейін. Және де жемістерінің қызаруына да өте үлкен көмегі тиеді достар. Бақшаңыздағы қызанақтарыңызға осы әдістерді қолданып көріңіздер. Бұл да қызаруына көмегін тигізеді. Жомарт бау-бақша каналына жазылыңыздар, тіркеліңіздер достар. Лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар.